Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат қазақ тілінде оқытылмайтын сыныптарда өтетін ашық сабақтың бір үлгісін көрсету. Біздің ауылдың тұрғындарының көбісі қазақ балалары. Әрине өзге ұлт өкілдері бар. Дегенмен де осы бір жайтты ескергендеріңізді қалаймын. Мақсаты орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбымен негізгі ойды анықтау, мәліметтерді жинақтай отырып тақырып бойынша постер, сызба, кестелер жасау, жазба жұмыстарда сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу, сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану. Тақырып туған жердің төсінде. Өзге ұлт өкілдері оқитын сынып болғандықтан міндетті түрде жаңа сөздермен жұмыс жасалатынын ескерсеңіздер. Оқулықпен жұмыс жасалады бірінші тапсырмада. Үшінші тапсырмадағы 94-ші беттегі жаттығуды негізге ала отырып, қадам-қадаммен әдісі арқылы мына бір тапсырманы топпен жүзеге асырады. Мәліметтерді жинақтайды, постер жасайды, тақырыппен идеяны түсінеді, үндестік заңын ескереді, орфографиялық норманы сақтайды. Мәселен, мен туған жерімді ерекше аяқтайды, себебі деп жалғайды. Тақырыпқа сәйкес бір мақалды пайдаланып, деген мақал бекер айтылмаған деп жалғайды. Туған жерімнің ерекшелігі көп деп ерекшелігін атайды, ауылымыздың қадірін білейік деп түйіндейді. Міндетті түрде тапсырмаға кері байланыс беріледі, тіпті топ бірін-бірінің тапсырмасын тексеріп, өз ойларын білдіргендері абзал болмақ. Келесі, жалпы мақсатқа сай болу үшін мына бір видеороликті дайындап оқушыларға көрсеттім. Мұнда Google-дың іздеу жолағына емле KZ деп жазады. Неге? Себебі бізде мақсатта сөзге қосымша дұрыс жалғану керек деген айтылған еді. Сонда емле KZ-ті ашқан кезде кез келген интернетті жұмыс істейтін жерде көруге болады. Қай сөз қалай жазылады, орфографиялық норманы қалай сақтауға болады. Мәселен, барлығымыз немқұрайлы деп ойлаймыз, көпшілігіміз дейікші. Ал шын мәнінде дұрысы немқұрайды. Рахат емес, рақат. Дастархан емес, дастарқан деген сияқты. Яғни міне жаздық, ол сөз табылмады. Яғни орфографиялық электронды базада бұл жоқ, сондықтан бұл қате деген сөз. Мінекей сіздерде де оқушыларыңызға осылай көмек бере аласыздар. Оқушылар сол кезде ноутбуктары арқылы, кей бала телефон арқылы кіріп өздері білгісі келіп жүрген сөздерді жазып, практика тұрғысынан жұмыс жасап көрді. Әрі қарай экранға тағы да назар салсаңыздар, тақырып туған жердің төсінде болғандықтан біздің өзіміздің елді мекеніміздің, яғни Шет ауданы археологиялық этнографиялық музейіндегі қорға назар салдық. Шет өңірінің ақындарының антологиясына мән бердік. Сондағы ақындар, өңірдегі ақындар, жас ақындар шығармашылығымен таныстық. Сіздерде туған жерге тағзым жобасын жүзеге асыру мақсатында жалпы ұлттық құндылық бағдарламасын жүзеге асыруда, біртұтас тәрбие бағдарламасын қолға алуда осындай жергілікті жердің сайттарын көрсетіп, балалардың патриоттық сезімдерін арттыруларыңызға болады. Яғни мына кісі Тезекбай Амандықұлы оқушыларға мынандай тапсырма беріледі. Далаңды, ғаламды, сол санаңды үзіндіні түсініп, тақырыбымен негізгі ойды анықтайды деді. Әр бала өз нұсқасын беріп көреді, одан кейін дұрыс нұсқасы көрсетіледі. Әрине өлең жолдары талданып, арқалаған жүгі айқындалады. Түйін шығарылады, мақал-мәтелдер жарысын өткізуге болады. Негізгі ойға қатысты мақал-мәтелдерді айтып жарысады. Яғни біздің негізгі ой әрине туған жер тақырыбы. Туған жерге қызмет неден басталады деген сұраққа жауап іздей отырып, әртүрлі видеороликтерді көрсетуге болады. Мен мұнда қоқыс жинап жүрген ананың және оған анасына көмектесетін бала жайлы видеороликті тауып көрсеттім. Жүректеріне жетті. Одан кейін өзіміздің жергілікті әншіміздің бейне таспасын ұсындым. Бірге ән шырқалды.
Сабақ Қадыр Мырзалиевтің өлең жолдарымен қорытындыланды. Екі көзің не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. Екі қолың не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Құлақ деген не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Жүрек деген не үшін керек? Жауларынан қынбау үшін. Тіл мен жағың не үшін керек? Ақиқатты айту үшін. Үйге 94-ші беттегі мақалдарды жаттау тапсырмасы берілді. Сабақ өте қызықты өтті. Оқушылар барынша белсенді болды. Сау болыңыздар.